Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен осындай кешкі асқа өте керемет картоптан жасалатын, ортасында фаршы бар, өте дәмді рулет жасауға кеңес беремін. Менің арнамда апта сайын жаңа рецептер шығып отырады, сондықтан жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз картопты үкіштен өткізіп аламыз. Осындай етіп ірі үкіштен өткізіп алғаннан кейін оған тұзын, бұрышын, қалаған дәмдеуіштеріңізді салып, жұмыртқамызды және де ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз да формамызға, яғни противенге қалың етпей жұқа лепешка сияқты жайып шығып рулеттің төртбұрышты формасына келтіріп духовкада пісіріп аламыз. Ол піскенше біз ең ортасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз табамызға фаршымызды жақсылап қуырып аламыз. Кейін фарштың үстіне пиязымызды салып, ол да жұмсарғанша жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Кейін оны жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне тәтті болгар бұрышын салып 1 минуттай қуыратын боламыз. Яғни одан артық керек емес, кішкене 1 минуттай ғана қуырсаңыздар жеткілікті. Кейін оғанда тұзын, бұрышын, кез келген жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді салып, жақсылап тұрып араластырып 1-2 минутқа қойып қоясыздар. Салмасы дайын болғанша біз бетіне жағатын соусын дайындасақ. Ол үшін біз ыдысымызға майымызды салып, жақсылап тұрып ертіп аламыз. Кейін оған ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қуырып аламыз осындай етіп. Кейін оған 1 стакан сүтімізді қосып, жақсылап тұрып түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Яғни видеодағыдай қою соус пайда болуы қажет. Кейін енді рулетті жинайтын болсақ, рулеттің бетіне салмамызды салып, жақсылап тұрып ораймыз. Кейін бетіне соусты жағып, үкіштен өткізілген сырымызды салып, духовкада 180 градуста 45-50 минуттай пісіреміз. Міне осындай керемет рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте ерекше, өте керемет. Ас болсын, менің видеома лайк басып тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.